Көкжалдар мекені, тұзақ. Түркия даласындағы біз сөз ететін осынау адамдар мен ұйымдар ойдан шығарылған. Мұна таспаны Дауыт Татароғлыға апарып бересің де. Келесін айтасың. Ол маған жаманшылық жасады. Мен де оған жауап қайтарам. Дауыт Татароғлы ешқашан таяқ жеу дегеннің не екенін білмейді. Себебі ол бүгінгі күнге дейін менімен таныс болған жоқ. Мен Полат Алемдар. Әулетімнен төгілген әрбір тамшы қан үшін сендердің қандарыңды судай ағызам. Егер Хало өліп кетсе, адамдарыңның сүйегін жіберем. Хало өліммен арпалысып жатқан кезде, Фуат та өліп тірілумен болады. Оны тірі қалдырмаспын. Кетіңдер бұл жерден. Дауыт Татароғлы бұған дейін менімен таныс болмаған. Себебі бұған дейін менімен таныс емес еді. Бәрі дұрыс па? Үйді қабылдап алуға келдім. Осы уақытта ма? Қонақтар келуге тиіс. Тым болмаса бір рет менімен ашық сөйлесе аласың ба? Жақсы. Ялчын Болут сені өлтіру үшін осында келе жатыр. Не? Басқаша түсіндірейін. Татароғлы отбасы маған қиянат етті. Содан кейін мен жаманшылықтарына жауап бердім. Енді олар мен қиналатындай етпекші. Мұның маған қандай қатысы бар? Сен менің серіктесімсің. Мен сенің жалғыз серіктесің емеспін ғой. Неге дәл мені таңдат? Серіктестерімнің арасында саған ғана жауапты сияқтымын. Онда полицияға хабарласайық. Жоқ. Болут менің осында екенімді білмейді. Ол осында келеді. Ал мен оны алып кетем. Сенен бір нәрсені ғана сұрайым. Өтінем, сыр білдірме. Мұндай істерге араласқым келмейді. Аху, мұны қаласаң да, қаламасаң да бұл істерге араласып кеттің.
Басеке, қалай әрекет етеміз деп отырсың? Бер келіңдер. Оның қан жоғалтып жатқан есепке алмасақ, өміріне басқа ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Біраз қан керек. Бала кезімде сары аурумен ауырғанмын, сондықтан мен қан бере алмаймын. Бұл адам кім? Неге оны бірден ауруханаға апармадыңдар? Дәрігер ақылға қонымсыз жайттар естігің келіп тұр ма? Одан да артық сұрақ қоймағаның дұрыс. Дәрігер, оның қасында бол, Хакан да осында болады. Егер бір нәрсе қажет бола қалса, маған телефон соғыңдар. Ал сен қайда жиналдың? Оған қан іздеп көрейін. Әйтпесе Қызылған оны өлтіріп тастауы мүмкін. Болот есікке келген кезде, күзетшілер оны ішке кіргізбейді. Ол ішке күшпен кіреді. Күзетшіге бір нәрсе істеп жүрмей ме? Олар ештеңе істемейді. Себебі олар сенің оянбағаныңды қалайды. Болот үйге кірмейінше біз ештеңе де істей алмаймыз. Оның машинасы броньдалған. Мемати оны есіктің артында жасырынып тұрып күтеді. Ол кіре салысымен Мемати оны ұстап алуға тиіс. Егер қандайда бір күтпеген жағдайлар бола қалса, көмекке Абдулхи келеді. Әрхан Болоттың адамдарының қандайда бір қарсылық әрекеттерін болдырмау үшін сыртта жасырынады. Ой Алла, Халу ағаның кегін қайтару үшін маған мүмкіндік бере көрші. Біз Аху ханыммен кездесуді қалаймыз. Ол сіздерді күтіп отыр ма? Бізге бұл туралы ештеңе айтқан жоқ. Күтіп отыр, жай ғана Ялчын Bulut келді деп айт. Sen Yalçın Bulut geldi de yeter. Тұтқаны көтерме. Қазір бәрі де аяқталады. Аху ханым жауап бермейді. Сізді ішке кіргізе алмаймын. Аш демесікті. Жүр. Әрхан, не істеп жатырсың? Allah şafandı versin. Gazlı bas. Ne oldu?
Ол қалай біліп қойды? Бәрі бітті, уайымдамауыңа болады. Оны өлтірдіңдер ме әлде? Біз оны жіберіп алдық. Мен қазір келем. Сен отыра тұр. Олар мұнда не істеп жүр? Мұнда қайдан келді? Олар менің қалай әрекет ететінді қайдан білген? Болат Әлемдардың әкесінің үйі қайда? Ерхан, қалай ғана бұлай істедің? Басеке, кешірім өтінем. Кешірім сұраудың қажеті жоқ, Ерхан. Менің айтқанымды ғана істе. Соның өзі жеткілікті. Басеке, мен атпас едім. Бірақ ол тапаншасын шығарды. Сонда шара қолдануға тура келді. Қай-қайдағына ойдан шығара берме, Ерхан. Абдулхи, Ахуды ағасының үйіне апарып тастаңдар. Ол жерде де қауіпсіздік шараларын жасаңдар. Соғысты бастаймыз. Соғыс басталды. Дәрігер, қандай да бір өзгерістер бар ма? Өкінішке қарай жоқ. Бауырым, ақша да үмітсіз қалдыра алады екен. Бізге мән жайды түсіндіретін біреу бар ма? Йылдыз, менің ұлымды тауып бері. Оны маған алып кел. Қажет болса, менің саудаға қатысудан бас тартатынымды айт. Жарайды, мырзам. Әке шақырдыңыз ба? Отыр, күйеу бола. Йылдыз, бара беруіңе болады. Кемал, қызымның көзіне шөп салып жүрмісің? Құдай сақтасын. Олай етуге бола ма екен? Бәріміз де еркекпіз ғой. Белгілі бір дәрежеге дейін бір-бірімізді түсіне аламыз. Бірақ бұл туралы менің қызым біліп қойыпты. Сондықтан сенің болғылығыңды түсінбеймін және түсіне алмаймын. Әке, ол қызғанып жүр. Онда ештеңе де істеген жоқпын. Бұдан бұлай бұл тақырыпты қозғамаймын. Алайда егер бұл тақырыпқа тағы оралатын болсақ, мен бәріне қарсы соғыс жариялаймын. Олар біздің ақсүйектер қоғамнан шыққандар деп ойлады. Олар өз ережелерін бекітіп қойған екен. Сауда шарттарын өзгертіпті. Енді ақшасы бар емес, өзін құрбан ете білген саудада жеңіске жетеді. Тек солай ғана. Кімнен бастаймыз? Мен Хазарбей оғлыдан бастаймын. Ал сен Караджадағылардан баста. Басеке, Фуат Тамермен не істейміз? Егер Хало жан тапсырса, оны холдинг ғимаратының кіреберісіндегі жалауға асып қойыңдар.
Қалай ғана әкеңе барып көзіме шөп салып жүрді деп айттың? Мен айтамын деп шештім де айтып бердім. Барлығын алдап жүрсің. Кемал, барлығы осы туралы айтып жүр. Мені ақымақ санайсың ба? Кеше ғана бәрі біздің бір-бірімізді жек көретінімізді айтып жүр деп айтып едің ғой. Бұрын мен үшін сенің ара-абыройың маңызды болатын. Алайда сен назар аударға тұрмайтын әйелдермен қыдыруға ұялмайсың. Абыройыңнан айырылдың. Сенмен еш ісім жоқ. Түсінікті ме? Инжи, мені тыңдаш. Сені жеткілікті тыңдаған. Қолымды жібер. Бұл үйдің күзетшілері сақ болуға тиіс. Өмір әке мен Назиф ананы бір секундқа да жалғыз қалдыруға болмайды. Бұл бастықтың бұйрығы. Ұқтың ба? Мұны таспаны Дауыт Татар оғлыға апарып бересің де, келесін айтасың. Ол маған жаманшылық жасады. Мен де оған жауап қайтарам. Дауыт Татар оғлы өмірінде ешқашанда қиналып көрмеген. Себебі бұған дейін менімен таныс емес еді. Әке? Фуат? Әке, бұл не? Қызым жақында маған. Біраз уақыт сақ болуымыз керек деп айтқым келеді. Неге, ұлым? Әке, бұл қауіпсіздігіміз үшін. Біздің достарымыз бар, алайда дұшпандарымыз да жоқ емес. Онсыз да ешқайда шықпаймыз ғой, балам. Ұлым, қауіпсіздікті сылтау етіп, бізді осында алып келдің. Енді осы үйге қамап қойып, көшеге шығуға да тыйым салғаның қалды ма, Болат? Ұлыңа қысым көрсете берме. Оның біз білмейтін бір қиындықтары бар шығар. Ана, әкем дұрыс айтады. Бірақ мен не істеймін? Олардың ар ұяттары жоқ. Олар ештеңеге де сенбейді. Ал сен тағдырыңа қарсыласпақсың ба? Әке, мен жай ғана шара қолданам. Ұлым, біз ешқайда шықпаймыз. Бізге алаңдап отырғаныңды қаламайым. Айналайын. Шара қолданған дұрыс.
Алайда Аллаға жан тапсыру ең жақсы нәрсе. Arqan üzülüp. Taş Tasta sınat. Ибрахим, неге Полотпен кездеспеу керекпін? Мүмкін менімен келісу үшін келе жатқан шығар. anlaşmak için Келіскісі келетін адам Фуат Тамердің ешін ұстап алады. Татаролығылға қатысымыз жоқ қой, Ибрахим? Егер олармен соғысып жүрсе, онда бізбен бітім жасасу керек емес пе, Ибрахим? Değil mi İbrahim? Солай ма? Көрі жатармыз, Фикрет бей. Дегенмен, шара қолдан, Ибрахим. Ешбір адам ішке қарумен кірмеу керек. Ал егер олар қаруларын өткізбесе, Ибрахим бей? Олым, сені бұл жерге бақша тұлып сияқты тұру үшін қойған жоқпыз. Егер кірмеу керек десем, олар кірмеу керек деген сөз. Мырзалар, сіздер қаруларыңыз тастап кетуге Кет тиіссіздер. жолынан. Ибрахим бей, олар сіздерге қарулармен бара жатыр. Неге қаруларын өткізіп талап етпедіңдер? Geçin. Otur ornunda.
Әлде сендерге карооларыңды өткізіңдер деп айтқан жоқ па? Стоп! Алло, не болып жатыр? Алло! Егер бастығыңды өлтіргім келсе, оған кездесу белгілемес едім. Өзім келіп оны өлтіре салам. Бұл біріншіден. Егер мен құрметтейтін адамдарға тағы да қоқан-лоққы көрсететін болсаң, мана басыңдағы миды шашып жіберем. Бұл екіншіден. Қаруымды аламын деп, жолымда ендігәрі тұрушы болма. Бұл үшіншіден. Отыр. Орнына қой. Отыр. Сені өлтіруге емес, сенімен сөйлесуге келдім. Бірақ сөзімді бөлмей мұқият тыңда. Әлбетте. Мен Ибрахимге де арамызда түсінбеушіліктердің жоқ екенін айтқанмын. Бұл жерге бітім жасауға келген жоқпын. Сізге бір нәрсені түсіндіру үшін келдім. Серіктесімді осында алып келіп, оны дәл осы жерде жазаладың. Не үшін? Достық үшін бе? Фикрет бей. Мұнда саған дос болу үшін келдім. Сен бізге бір достық ұсындың. Мен саған екі достық ұсынам. Сіздің менімен дос болғаныңызға қуанамын. Онда саған осы қуанышты сыйлаймын. Мені тыңда. Егер менің серіктестеріме біздің бірге жұмыс істеп жүргенімізді айтып, оларға салық салып, қорқытатын болсаң, сені 7 бөлікке бөлшектеп, 7 таудың шыңына көміп тастайым. Қарсылық білдіресің бе? Әлде әлі ризасың ба? Сіздің баса көктеп келгеніңізбен сіздің көрсеткен мінезіңізге көңілім толмады. Өмірімде мұндай әңгімені естіп көрмегенбіз. Осы сәттен бастап, бұған үйренбеген болсаңыз да, әрбір айтылған сөзіңізге жауап еститін боласыз. Есіңізде болсын. Бұдан бұлай, сіздің дұрыс және бұрыс әрекетіңізді қадағалап отырам. Осыны мықтап түйіп алыңыз. Фикір етпей.
жүріңдер. Бедри Фиджанды қайда? Мырза, ол сізді күтіп отыр. Сіздің қаруыңыз алуыма бола ма? Мырза, сізді тексеріп шығуға бола ма? Тәрбие көрмегеніңді көрсетудің қажет жоқ. Біз жай ғана сөйлесеміз де шығамыз. Әрі қарай тек Мемати бей ғана бара алады. Ерхан, мені күте тұр. Жарайды, аға. Баса көктеп келуіңе жол болсын, Мемати. Сен өзіңнің ескертулеріңді айтуға келгенсің. Мен де өзімнің ескертпелерімді айтуға келдім. Сен тыңдап отырмын. Есіңде ме, бізге салық салуға келгенсің? Сонда не бопты? Содан кейін бізді полиция алып кетті. Сөйтіп, біз саған да, серіктестеріңе де салық төлемейміз. Бедри Фиджанжа. Өздеріңнің адамдарың абайлап әрекет етсін деп айтып қой. Мемати, мені тыңда. Сені игі мақсатпен келді деп ойлағанмын. Караджадағының серіктесі болу бұл үлкен мәртебе екенін түсінбедің бе? Бізге ешқандай да мәртебеңнің қажет жоқ. Сөзімді бөлме. Сендер бізді қорқыта алмайсыңдар. Бізді түсініп бас иесің. Немесе өлесің. Мемати, қолымды қанмен ластауға мәжбүрлеме. Біз сендердің серіктестерің емеспіз. Бізге салықтарыңды сала алмайсыңдар. Біз көшедегі қаңғыбастар емеспіз. Бізде бір ғана қаңғыма нәрсе бар. Ол сенің басыңа кернелген тапаншадағы оқ, Бедри. Ендігі жолы менімен кездескен кезде орныңнан тұрып, менімен амандасатын бол. Аға, не істедің? Ештеңе істеген жоқпын. Жай ғана әңгімелестім. Мынау сендердікі. Өзімдікін бер. Su.
Су. Егер Халил Ибрахим Капар деген адам туралы айтып тұрсаң, онда татар оғылы дәл соның өзін іздеп жүр. Мен оны білмеймін ғой. Tanımıyorum ki. Хаққа, егер оны көрсең танисың ба? Tanırım. Танимын, Туран бей. Хаққын ауруханаға кіргізе алмаймын. Онда оны суретке түсіріп алуға тура келеді, Асу. Қызым, Давуд татар оғлыға менің оған кофе ішуге баратынымды айт. Істі аяқтай салысымен маған хабарлаңдар. Аға, Құдайға шүкір, сен амансың. Маған бір стақан су беріңдер. Содан кейін бірге жаратқанды мадақтаймыз. Халил бей, тағы біраз шыдаңыз. Содан кейін бұл қара күндер де артта қалады. Аға, сен бізді қалдырмадың. Жиен, бекерге көз жасыңды төге берме. Шылағың келіп бара жатса, жасыңды менің аузым ағыз. Аузым әбден кеуіп қалды. Өтінем. Өтінем. Қайырлы кеш. Өтінем. Жаңа үйіңізге жылулық пен жайлық тілеймін. Рахмет. Менің балалық шағым осы үйде өтті. Сізге қандай көмегім қажет? Сізбен кездесіп, бауырымның мәселесін талқылайын деп келдім. Сізге ештеңемен де көмектесе алмаймын. Мен үшін де ештеңе істей алмайсыз ба? Өкінішті. Бауырым үшін қалаған тілегіңіздің бәрін орындауға әзірмін. Қалағанымды? Ол менің ағам. Өмірімдегі қатты жақсы көретін адам. Ол үшін сіздің қалағаныңыздың бәрін де орындаймын. Кез келген тілегімді ме? Кез келгенінде. Менің өмірім ауыр мінезді адамдардың арасында өтті. Олардың арасында жүріп, мықтыларға мойынсынуды және мықтыларға қарсы шыға білуді үйрендім. Мен қалаған адамның қасында болып, соған тұрмысқа шықтым. Gereken adamla evlendim.
Асықпай іш. Мас болып қалуың мүмкін. Арыңды бір нәрсемен тоқтатқың келген жағдай болған жоқ па сенде? Мысалы, немен? Кейбіреулерге ішімдік көмектеседі. Басқаларға есірткі. Ал енді біреулерге жыныстық қарым-қатынастар. Менде біреуге кегімді қайтара алмаған бірде бір күн жоқ. Және өмірімде өз абыройымды түсіріп алған күнде болған емес. Мен болашақты айтып отырмын. Менің бір ғана тілегімді орында. Сонда мен қалағаныңның бәрін де істеймін. Тіпті ол қылығы біреу үшін, немесе бір нәрсе үшін жасаса да, өздерінің ар-ұяттарынан бекерге айырылатын әйелдерді аяймын. Ондайларға жоламаймын да. Dokunmam bile. Достым, мені тыңдашы. Достым, не болды? Осында отырып, мені күзеткенің үшін қанша төлейді? Kaç para alıyorsun? Коммуналды төлемдеріме жетеді. Ömrünü Мен саған бүкіл өміріңді қамтамасыз ете алатындай ақша берем. Тек мені шығаршы. sadece Осы жерден шығар. Өмірім қысқа. Маған ақша қажет емес. Сонда саған не қажет? Жан тыныштығы. Тунжай бей, Бәрі дұрыс па, Ханым? мен сіздің науқасыңызды мазаладым. Алғашында сізді іздеп ішке кірген болатын. Қысқа уақыт аралығында жазылып кетеді деп ойлаймын. Жазылып кетсін. Zamanda düzelir. Рахмет. sağ ol. Қайырлы түн. Selamlar. Алла, Алла.
Халил бей, қалыңыз қалай? Жақсы. Tunjay, қазіргі кездері ауруханаларда суретке түсіре бастаған. Қайдағы суреттерді айтып жатырсыз? Bir қыз кеп мені суретке тартып кетті. Әлде көзім елестеді ме? Alo, Polat Bey. Міне мынау халоның суреті. Бүгін маған, ертең сізге, Дауыт Бей. Бұл адам өзін тым еркін ұстап, барлығымызға да соғыс жариялады. Турам, бізде бос орындар жоқ. Біз қажетті шара қолданамыз. Мен де сол үшін келдім. Халил Ибрахим Капарды іздеп жүрсіздер деп естідім. Оның қайда екенін білем. Сенімдімісіз? Хаққа? Сен сенімдісің бе? Я, мырза. Дауыт Бей, сіз іздеп жүрген адам Торостың ауруханасында. Осындай қиын күндері, осындай достығымыз қажет болады екен. Сіздің алдыңызда қарыздар екенімді ұмытпаймын. Рахмет, Туран. Мырза, қандай бұйрықтар болады? Оны өзіміз қолға аламыз бәлде полицияға хабарлаймыз ба? Ол қашып жүрген адам. Мұнда полицияны араластырудың қажеті жоқ. Оның қайда екенін анықтаңдар да маған хабарлаңдар. Bana haber verin. Жылдамдат, бізге кету керек. Қайда? Серуендеп қайтамыз. Қайда? Хакан, ойланып отыратындай уақытымыз жоқ. Егер мен өлтірмек болсаңдар, осында өлтіріңдер. Осында. Әлі ұзақ өмір сүресің. Бір, екі, үш. Достар, кейін тұрыңыздар, өтіп кетейік. Айыпталушы осында жасырынған не бестеді? Достар, өтінем, кейін тұрыңыздар. Жарай, достар. Тұрыңыздар. Өтінем. Журналистер ішке кірді. Өтінем. Мыналардың бәрі ішке кіріп кетті. Жақсы түсіндім. Осы жайт туралы бізге мәлімет берсеңіздер. Достар, өтінем. Күте тұрыңыздар. Бір сұрақ. Достар, бір минут. Өзім көріп шығайын.
Müsaadenizle ben bir gidip... Keşiringizler. Arkadaşlar uygun olduğu zaman açıklama yapılacak. Lütfen geri çekilin. Fuat Bey. Ular жаңа ғана мен осында алып келіп, өз адамдарын алып кетті, Йылдыз. Жылдам. Hösnü Bey, siz de. Baurum жанып барады. Маған су беріңдерші. Халил Бей, қазір сізге су бере алмаймыз. Жедел жәрдем көлігінде отырғанымызды өзіңіз де білесіз ғой. Достар, кешірім өтінем, қателік кетіпті. Келгендерің үшін барлықтарыңа рахмет. Бұған қатысты түсініктемелерді кейінірек берерміз. Ренжімеңіздер. Açıklamalarda sonra yapılacaktı. Бірақ мырза, Sonra dedim çocuk. Айтып тұрмын ғой, кейінірек. Қалыңыз қалай, Fuat Bey? Babamı Yıldız, әкемді шақыр. Yolda efendim. Ол жолда келе жатыр, мырза. Әкеңе тыныштық бере көрсін, Жанболат. Хало аға, Өмір әке әлі тірі. Неге оның жанына тыныштық сұрап жатырсыз? Мен тыныштықты тек өлілерге ғана емес, тірілерге де тілеймін. Тірілерге де. Жанболат, мені ая. Шыдай алмаймын, өліп барам. Аузымда бәрі кеуіп қалды. Аға, артыға ағып кетеді. Dayı. Ағамыз ана жаққа барып қайтып келді. Hele Онда не барын, ненің жоғын айтып берші, аға. О, неде мынандай сұрақ қояды екен. Бәріміз де Әзірейілдің кім екенін түсіндік, бірақ Мематидің кім екенін әлі түсіне алмай жүрміз. Аға, бәрімізді де қорқыттың ғой. bir daha. Енді мұндай әзілдеріңді қаламаймыз. Ол сенің істегенің әзіл болды. Ол жерге татар оғлының ұлын жатқызып кетуге қалай дәтің бар? Басеке, неге оны бере салдық? Мемати, біз сөзімізде тұру керекпіз. Ант етейін, бұл аймақ өте қауіпті. Oğlum, Әке,
Енді бұндай қылықты ешкім жасай алмайды деп ант етем. Саған ешкім де жаманшылық істей алмайды. Әке, Gücü күш дегеннің не екенін түсіндім. Күш дегеніміз ешкімге сенбеу. Тіпті өзіңнің әкеңе де. sadece Күш дегеніміз өзіңді қорғау. Енді өз өзімді қорғаймын. kendimi koruyacağım. Қажет болса, ол үшін бүкіл әлемнің күл талқанын шығарамын. Қайда кеттің? Әдетте жұма сайын қайда барушы едім? Бәлкім осы жұмада бармай-ақ қоярсың. Oğlumun aklı kalıyor. Ол жерге 50 жыл бойы барып жүрмін. Не үшін уайымдайсың? Егер менен сұрасаң, мен барма дейім. Сенен ештеңе де сұраған жоқпын. Сен маған ештеңе айтпадың. Мен үшін бара жатырсыңдар ма әлде Алла үшін бе? Әке, бізге жарлық берілген. Жарлықтан жоғары тек бұйрық қана болады ұлым. Оның ішінде мені кімнен қорғайсыңдар? Біз де кіреміз бе? Қарумен кіруге болмайды. Қаруды не істейміз? Білмеймін.
Filmde de biz